Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Подписация батырмасын басып, видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сайрамда Саид Юлдаш атты саңлақ емші бар. Академик, профессор, медицина ғылымының докторы, Абу Али ибн Сина атындағы халықтық медицина мен емдеу орталығының төрағасы, фармацевт, республикалық бірінші дәрежелі кәсіби халық емшісі. Шығыс медицинасының ғұлама білгірі. Оған Қазақстаннан да, шетелден де, алыстан да, жақыннан да дертіне шипа іздегендер үзілмей келіп жатады. Солардың барлығы дерлік емшіге ерекше риза болып, алғысын жаудырып аттанады. Ел бұл кісіні Саид ака дейді екен. Мен Саид ата дедім. Ендіше биыл 90-ға толатын ақсақалды ата демегенімде кім дейсің? Иә, Саид атаның шын туған жылы 1929 жылы, ал құжат бойынша 1936 жыл деп қате жазылып кеткен. Мені бел омыртқамдағы жарық ауруы, яғни грижа 20 жылдан аса қинап келіп жатқан еді. Ауыр көтеріп қоясың, суықтап қаласың, тұра алмай белің шойырылып жатасың. Омыртқаңның жүйке жолындары қозғалтпай сыздап ауыртады. Тіпті түшкіріп жетелуге де қорқасың. Омыртқа жүйкең зырқ еткенде шаншуы басыңа шаншып шығады. Мануалды терапияның ине салу, массаж алудың бәрін көрдім. Қысқа уақыт ғана әсер етеді. Тек ана бір жылдары ол кезде оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары болып істеп жүрген Ислам Әбишев көкеміздің айтуымен Шымкентке бір айда 10 рет барып Родислав Петрович деген дәрігерге бұғаттау жасаттым. Әрі келгенде 2 ауыр укол жасайды. Одан соң 3 күн өткенше ем алуға болмайды. Бұл ем шара 10 шақты жылға дейін жетті. Бірақ кейін дұрыс сақтанбағандықтан белім тағы да қайта ұстап қалды. Былтыр жаңа жыл басталғанда тура 2 қаңтар күні белім ауырып ұстады. Содан 100 күндей қозғалу мұң болып жатып қалдым. Тамаққа сүйретіліп зорға барамын. Алматының шетіндегі бір емшіге саусақтарыма ине салдырып жатқанда Астанадан белгілі режиссер Талғат Теменов ағам бір шаруамен телефон соғып қалды. Ауырып ем қабылдап жатқан жайымды айтып едім. Ой, сен бәрін қойда Шымкентке бар. Ар жағында 15 минутта жол жүретін жерде Сайрамда Саид Юлдаш деген емші бар. Мен де орнымнан тұра алмай қалғанымда Көпен Әмірбектің айтуымен сол емшіге барып, бірден аяғымнан тұрып кеттім деді. Күнде сөйлесіп жүрсек те, Көпен Әмірбек көкеме неге ауырып жатқанымды айтпағанмын деп, ол кісіге де хабарласып, анық-қанығын сұрап алдым. Журналист Бақтыбай Айнабековтың інісімін десең, кезексіз кіресің, әйтпесе адам өте көп болады. Бақтыбай ағамыз кезінде телеарнада істеп жүргенде, бұл емшінің елге танылуына көп көмектескен екен, деп жол жобасын айтып жөн сілтеді. Сонымен Шымкентке тарттым. Ұшаққа тіке отыра алмайтын болғасын пойызға міндім. Ауырғанды басатын дәрілер ішемін, амал болмайды. Жолда 2 сағат ұйықтадым. Шымкенттен көлік күтіп алып Ақсукентке жеттім. Шынында емшінің есік алдында кезек күтіп отырғандардың қарасы қалың екен. Мен жөнімді айтқасын кезексіз қабылдады. Жасай бер Бақтыбай көке деп қоямын ішімнен. Саид атамыз Саддам Хусейнге ұқсайтын сақалды, кеудесіне түскен қария екен. Үстіне шапан секілді ақ халат киіп алған, басында қара тақия, бір қарағанда ерекше көрінеді. 2 медбике қызмет етеді. Менің бел омыртқамның МРТ суретін көрді де белімді салалы саусақтарымен сипалай бастады. Саусақтары тура жанды нүктелерді тап басып тауып алады. Сөйтті де қай омыртқамның қандай өлшемде жарығы бар екенін айтып берді. Одан соң медбике мен алып келген медициналық қорытындыны оқытты. Емшінің айтқанымен мед қорытынды 100% тура келгеніне таң қалдым. Келесі бар нүктелерді күйдіреміз, 5 минутта аттай болып шауып кетесің. Фломастермен бел омыртқамның 8 нүктесін белгілеп берді.
Оны Қытайдан, Тибеттен алып келген дәрілік шөпті жағып күйдіреді екен. Ол дәрі шөпті өзі дайындап берді. Тізесіне қойылған тақтайшада дәрі шөпті темекідей етіп езіп 8 түйірін жасап шықты. Дәрі шөпті асықпай езіп, алақанына алып ысқылап отырып, талай әңгіме шертті. Сайрамдағы Манкентте туылып, мектепті алтын медалмен бітіреді. Бала кезінен белгілі емшілер әке-шешесі Саид Юлдаш Әлі мен Халима Банудың қасында емдеуге көмектесіп көп тәжірибе жинаған. Кейін Ленинград мед училищесін бітіріп, Әндіжанда әскери дәрігер болыпты. Қытай, Тибет және Корей медицинасымен айналысқан. Өзбекстанда жоғары қызметте істеген бір шенеуніктің омыртқа жарығын дәстүрлі емес халықтық емшілік жолмен емдеп жазады. Бірақ кеңес өкіметі кезінде кеңес медицинасын тәрк етіп халықтық емшілік жасаған үшін қудалауға ұшырайды. Қауіп төне бастағанда Шымкентке Сайрамға туған жеріне келеді. Мені медбике көрші бөлмеге кіргізіп төсекке етбетімнен жатқызды. Бел омыртқамның 8 көзі тұсына 8 жерге сыртқы орамасы жоқ темекілер секілді дәрі шөптерді тікесінен қойып жаға бастады. Басында шыдауға болады екен, аяғында жанып жатқан дәрі шөп түбіне жетіп теріге тигеннен қинай бастайды. Сонда да жыбырлап қимылдауға болмайды, белге қойылған дәрі шөп құлап кетеді. Шыдай алмай барамын десең, медбике қолындағы картон қағазбен кәуап пісірген шоқты желпеңдей желпісе сәл басылғандай болады. 20 жыл азапқа шыдағанда 20 минут қиындыққа шыдай алмаймын ба деп, өзімді өзім қайрап тістеніп жатып зорға шыдадым-ау, әйтеуір. Одан соң отырғызып қойып тіземнен төмен секіріп, қайсысы ауыратынын сұрады. Оң аяғым деп едім, жыланның уын жаға бастады. Көктемнің салқын кезі ғой, жаққан дәрі қыздырып жаныма жағып барады. Енді маған жыланның уын кім тауып жағып береді деген пенделікпен сол аяғымда ауырады деп соғып жібердім. Оған да жылан уын жаға бастады. Сәлден кейін екі тізем өртенгендей от болып, қатты қызғанда аспанға секірердей қатты қиналдым. Сол аяғымды қайдан айта қалып едім деп өкініп қоямын. Қызуы басылғасын қайта емшіге кіргізді. Еңкейіп етігімді киіп шеше алмай кіргенмен тіп-тік тұрып кеткеніме қуандым. Бөлмеде ерсілі қарсылы жүргізе бастады. Емін еркін жүре бастадым. Ішімнен Саид атам мың жасасын деймін, қуанышымнан қойныма сыймай. Осындай керемет емшіні өз еліне қуып жіберген өзбектерге риза болып қоямын. Одан соң емші тамырымды ұстады. Сөйтіп мен ол кісіге айтпаған ауруды да атап дәрі жазып бере бастады. Мен айтпасам да, ол кеселдерді қайдан біліп қойдыңыз деп сұрадым емшіден. Жүрісіңнен білдім, және тамырыңды ұстадым ғой, деді емші. Қалпына келтіру дәрілерін, күйік орнын жазу майлары мен дәрумендер берді. Соның бәріне емімен қосқанда 25 000 теңге төледім. Менің ұлтым араб. Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан, Құрайш атасынан тараймыз деді. Саид ата ана бір жылдары академик Сайын Балмұқановпен жақын араластым. Ол қожа ғой, сол жағынан туыспыз деп күліп қойды. Содан мен ракты емдейтін дәрі жасап ұсынғанмын. Соны қабылдаған тараздық бір әйел жазылып кетті. Сол әйелдің телефонын берші мына кісіге, сөйлесіп көзін жеткізсін. Емші медбикеге иек қағып еді, ол бір тілім қағазға адам аты мен номерін жазып бере қойды. Сен журналист екенсің, соны жазшы, сол ракты жазатын дәрі урология орталығында тұр. Бірақ содан бері бір адам мынау не дәрі деп сұрап, не оны ауруларға пайдаланып көрген емес. Соған қынжыламын. Мен медициналық білім мен білікті тәжірибені өмір бойы жинап келемін. Қазір де оқудан қашпаймын. 30 жасымда мединститутқа түстім.
40 жасымда кандидаттық, 60 жасымда докторлық диссертация қорғадым. 75 жасымда академик атандым. 80 жасымда мені Түркияға шақырып, емшілердің Еуропалық ассоциациясы диагноз қоюдағы ерекше қасиетім үшін алтын медальмен марапаттап, Мишель Нострадамус дипломын берді. Ал 2014 жылы халық емшілері мен психологтардың халықаралық кәсіби медициналық ассоциациясы Мәскеуге шақырып, денсаулық емдеудің үздік маманы атты құрметті атақ беріп, еңбегі үшін құрмет белгісімен марапаттады. Сонымен Сайрамдағы саңлақ емші, академик, профессор Абу Али ибн Сина атындағы халықтық медициналық емдеу орталығының төрағасы Саюд Юлдаш атаның алдынан ауруымнан аттай болып айығып шықтым. Әуелі бір Алла тағала шипасын беріп, Саид атамның қолы ем болып 20 жылдық азаптан 20 минутта құтылдым. Құдай ұзағынан сүйіндірсін деп, Алладан рахым тілеп жүріп жатқан жайымыз бар. Жазуға енді ғана 11 айдан соң мүмкіндік болды. Онда да пойызға мінгеннің пайдасы. Сол кезде Facebook парақшама қысқа хабар жариялағанмын. Соның өзінде қанша адам хабарласып, Саид ағаның адресін бергенмін. Бір ескеретін жайт, емші бейсенбі жұма күндері қабылдамайды. Айтпақша, Шымкенттегі Мәлік Ажар ағамыздың хабар айтуымен емшіден шыға салып, сол ауылда өтіп жатқан ағайынымыз талай жыл ішкі істер саласында басшылық қызметтер істеген полковник ел ағасы Ахметжан ағамыздың 40 күндік асына қатысып, орындықта 2 сағаттай тік отырып, тік тұрып сөйлеп шығып кеттім. Кешке фармацевт, кәсіпкер тұрақ серіктің үйінде болғанда, ол бар керек дәрі-дәрмекті жинап беріп, алғашқы таңу және жан-жақты емдеу шараларын жасап, Алматыға шығарып салды. Сонымен қоса белгілі жазушы Сәбит Досанов ағаммен Атырауға бірге баратын болып, жолға билет алып қойылған болатын. Ем қабылдаған күннің ертеңіне ұшаққа отырып, 3,5 сағат ұшақта қиналмай жеттім. Сонымен ерекше емші, Құдайдың өзі қолына қуат берген Саид атаның ақ батасын алып, алғысымды айтып аттандым. Халықтың алғысын алып жүрген халық емшісі Саид атаға биылғы толағай 90 жасыңыз құтты болсын дейміз. Еміңізден шипа алған елдің ықылас ниетінің ақ адал алғысының арқасында жүзіңіз жарқын күйде жүзге жетіңіз. Әрдайым Алла жар болсын. Белі шойырылып омыртқасындағы жарық ауруы, яғни грыжа, жанын қинағандарға, бас ауырып, балтыры сыздағандарға айтарым, Сайрамға қарай Саид атаға барыңыздар дегіміз келеді. Осымен видеомыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін